Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен деректердің экономикалық географиялық қоры туралы айтамыз. Яғни экономикалық географияны айтып жатқанда бірнеше көптеген ақпараттар алдық, статистикалық мәліметтер алдық. Осы мәліметтерді, яғни ақпараттар арқылы біз карта жасау процесіне пайдаланамыз екен. Яғни бұл жерде бірінші картографиялық, географиялық деректер қоры туралы қарастырамыз. Картографиялық, географиялық деректер қоры. Немесе ол қысқартылған түрде былай жазылады екен, картографиялық, географиялық деректер қоры. Бұл дегеніміз не? Бұл деректерді автоматты түрде пайдалануға қажет қалыптасады. Оның құрылымы өте күрделі екен. Яғни бұл деректер бізге нені береді? Бұл нақты тақырыптық міндеттер бар. Шешу үшін деректерді автоматты түрде өңдеу жүйесі бар. Үшіншіден, деректер базасы және оны басқару жүйесі бар, және соңғы қолданбалы, бағдарламалы әртүрлі пакеттер бар екен. Яғни бұл осы дерек қорының құрылымы болып табылады. Жалпы осы картографиялық, географиялық деректер қоры таралуына байланысты, белгілеріне байланысты, қолдануына байланысты біз үшке бөліп қарастыратын боламыз. Ол бірінші қадамы деп айтуға болады. Ол математикалық картографиялық модель. Математикалық картографиялық модель екен. Енді бұны біз бұлай қысқартып қарастыруға болады екен. Бұл дегеніміз не? Бұл бірінші қадамда, яғни ақпаратты цифрлау арқылы алынған мәліметтің барлығын айтамыз. Яғни жаңа біз айттық, экономикалық әртүрлі ақпараттар, деректер қоры бар деп. Яғни ақпаратты цифрлау алу арқылы біз алынған мәліметтердің барлығын математикалық, картографиялық модель деп айтамыз екен. Енді екінші қадам деп айтуға болады, немесе ол жаңа картографиялық, географиялық деректер қорының екіншісі. Олар бір-бірімен тығыз байланысты деп те айтуға болады. Бұл екінші аралық модель деп аталады. Бұл неге екінші аралық модель деп айтылуы мүмкін? Бұл математикалық, картографиялық модельдің көмегімен өңделген ақпарат болып табылады екінші рет, және бұл жерде қысқарған шартты белгілер қарастырылады екінші модельде. Келесі үшінші деп айтайық, бұл модельдеудің қорытындысы. Модельдеудің қорытындысы. Бұл да керісінше мынадан шығып тұр деген сөз, бір-бірімен тығыз байланысты. Ал модельдеудің қорытындысы дегеніміз не? Бұл жерде жаңағы біз айтқан картаның соңғы тұтынушыға арналған үшінші түрі деген сөз. Яғни бұл жерде карта сапалы, түр-түсі қанық, картографиялық стандартқа сай негізгі дайын өнім деген сөз. Яғни картографиялық, географиялық деректер қоры арқылы осындай үш қадаммен дайын карта жасауға болады екен. Экономикалық, әлеуметтік сала бойынша. Жалпы деректер қоры. Бұл картографиялық, географиялық деректер қорының құрамдас негізгі бөлігі және зерттеу нысанының цифрлық геоақпараттық моделі деп айтуға болады. Сондай-ақ балалар, ақпаратты біз гаждан алуға болады. Гаж. Геоақпараттық жүйе деген сөз бұл, Геоақпараттық, географиялық ақпараттық жүйе деген сөз. Бұл да өзінің қадамдары бар. Біз сіздермен геоақпараттық жүйе туралы 8-ші класста көбірек ашығырақ айтамыз. Ал енді гаж не істей алады? Бұл сандық
қолдау көрсете алады, талдайды, математикалық, картографиялық, географиялық координата, ендік, бойлық, яғни тұрған мекенжайды деген сияқты барлық ақпараттық мәліметтерді осы геоақпараттық жүйе арқылы алуға болады. Геоақпараттық жүйеде қазақстандық спутниктер, ресейлік, басқа шетелдік спутниктер туралы біз сіздермен келесі алдағы сыныптарда қарастыратын боламыз. Тек осы экономикалық, географиялық деректер қоры емес, жалпы бізге жаңағы экономикалық картаны жасау үшін сол аймақтың біз қарастырып жатқан экономикалық, халыққа қызмет көрсетудің негізгі көзі, саны, тұрғындар, елді мекендер сияқты көптеген ақпараттар керек болады. Ал ол ақпараттардың барлығын біз географиялық деректер көзі немесе қоры деп айтамыз. Сол деректер қорлар арқылы біз сіздермен мынандай бірнеше бағыттағы, қадамдағы модельдегі карталарды жасап шығара аламыз екен. Яғни ақпараттарды цифрлы мәлімет арқылы өңдей аламыз екен. Бұл физикалық географияда да, экономикалық географияда да жүзеге асатын процесс деп айтуға болады. Бұл сіздерде алдағы практикалық жұмыстарда осы әдістердің барлығын қолданып практикалық жұмыс жасайтын боламыз. Егер деректер қоры туралы ақпарат түсінікті болса, мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.